Өмірімнен алып тастаған екінші әдетім жылтыраған жарнамаға қызықпау. Көптеген адамдармен жұмыс істеу барысында түсінгенім, кейбір адамдар қымбат курспен бірге жаңа өмірді сатып алатындай көретін жандар да. Неғұрлым қымбат болса, соғұрлым тез өзгеремін деп ойлайтын жандар да. Сонымен қатар жарнамасы мықты, бағасы жоғары білімді сиқырлы таяқша көретін жандар да кездесті. Алайда ең құнды білім өмірімізге нақты өзгеріс алып келетін, қарапайым әрі жеңіл қадамдардан тұратын күнделікті әрекетіміз бен әдеттеріміз екен. Қазір менің таңдауым тек теория емес, нақты нәтиже беретін практикалық қадамдармен жұмыс істеу. Мен үшін білімнің құны емес, құндылығы бірінші орынға шықты. Сондықтан өз жұмысымда да, өз сабақтарымда да осы принципті ұстанамын. Былтыр Береке 165 марафон жасағанымда мен оны өте қолжетімді еттім. Себебі менің мақсатым адамдарды бағасымен таңғалдыру болмады. Сол беретін білімнің ішіндегі практикалар арқылы нақты нәтижеге, ішкі тыныштыққа, ішкі берекеге жету болды. Расында да қазіргі таңда мінеки 6 ай болып қалды, көптеген шәкірттердің жүрегінде тыныштық орнады. Ішкі жан дүниелер жақсарған сайын, сыртқы материалдық дүниелері де жақсарып жатыр, Аллаға шүкір. Менің түсінігімде, нағыз білім ол адамды қарызға батырмауы керек. Керісінше, оның өміріне береке әкелуі тиіс. Сол себепті де осындай жарнамаға алданып қалып жүрген жандар болса, мынадай бір әдісті ұсынамын. Егер қандай да бір затты көрсеңіз, қандай да бір жарнаманы көріп қалып, сол нәрсені қатты алғыңыз келіп тұрса, өзіңізге 24 сағат уақыт беріңіз. Егер ол сізге қажет болмаса, ертесіне ол затқа деген құштарлығыңыз басылып қалады, тіпті ұмытып кетесіз. Саналы түрде таңдау жасаған кезіңізде ақшаңыз босқа шашылмайды, берекеңіз де арта түседі.